Жігіттердің манипуляцияларынан қалай сақтанамыз? Бәріне сәлем, менің құрбыларым. Сендермен әрдайым мен сүйікті интернет достарың Санжар Айдар. Осыдан 6 видео бұрын мен жігіттер қалай қыздармен манипуляция жасайтынын айтқан болатынмын. Енді ол видеоны әлі көрмеген болсаң, онда міндетті түрде қара. Сонымен, егер қарап болсаң, онда енді сен жігіттер қандай айлаларды пайдаланып, менің құрбылармен манипуляция жасағысы келетінін толық білдің. Ары қарай не? Бұл манипуляцияларға түсіп қалмаудың жолы бар ма? Міне, сол үшін мен алдыңғы шығарылымға толықтыру түсіріп, бұл манипуляцияларға қарсы тұратынымыз жайында сөйлескім келіп тұр. Алдымен қарапайым өтініш пен манипуляцияның ара жігін анықтап алайық. Мысалы, бөлмеңді жинап қойшы, өтініш. Немесе, мына қоқыстар мені шаршатып бітті. Ертеңге дейін жазбаларды аяқта. Немесе, егер сен ертеңге дейін жазбаларды аяқтамайтын болсаң, онда бүкіл команда саған ашулы болады. Үйге 10-ға дейін кел, өтініш. Немесе, есі дұрыс қыз бала, оннан кейін далада қаңғырмайды. Негізі қарайтын болсақ, бұл сөздер арасындағы айырмашылық өте үлкен де емес. Бірақ әр екінші вариант сенде кінә, қорқыныш, ұят, сенімсіздік, пессимизм, самооценканың түсуін болдыртады. Түсінгеніңдей манипуляцияларды қазіргі таңда тек ара қатынаста ғана емес, барлық жерде де кездестіруге болады. Сонымен манипуляцияларға оңай берілетін қыздардың қандай түрлері бар? Алғашқылары бұл самооценка төмендері. Олар өздерін толыққанды білмей, өмірден нені талап ететіндерін де ойламаған. Сол үшін басқа жігіттерге жеңіл, ал манипуляцияларға әсіресе басты нысана болып келеді. Олар қайта кейде бір ғана адамдарды кездестіре беретініне де шағымданып жатады. Оның басты себебі бұл қыздар сондай тұлға болғандықтан манипулятор жігіттерді ғана өзіне тартып жатады. Тағы да қауіптілік деңгейінде жалғыз қалуға қорқатындар, жоқ дей алмайтындар, өз шекарасын білмейтін қыздар да жатады. Олар манипуляторларға қарсы келе алмайтындарымен оларға нап жатады. Сонымен манипуляторлардан қалай сақтанамыз? Алдымен манипуляцияларға бағынбайтын адам болуымыз керек. Оны қалай жасаймыз? Білуге дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, әзіл қой болу. Бұл бір түрлі көрінсе де, сенің әзіл қой болуың жігіттің манипуляциясынан сенің сақтауға жақсы көмектеседі. Мысалы, саған ұнамайтын жігіт сені кездесуге шақырғысы келсе, немесе ашық суреттеріңді сұрап жатса, жауап ретінде маған бұл онша ұнамайды, немесе жоқ, мен оны істемеймін деуге болады. Артынша қаласаң, дурочканы да қоса салуға болады. Еш нәрсемен көмектесе алмаймын. Оған арнайы 10 себебім де бар. Біріншісі, бұл істегің келмейді. Ал қалған 9-ын өзінде ойлап таба аласың. Видеоларым саған пайдалы болып жатқанына өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып каналға тіркелуді ұмытпа. Ал біз жалғастырамыз. Екінші, өзгелердің ойлары. Ал енді сенің намысыңа тиюі мүмкін манипуляциялар жайында сөйлесейік. Осыған ақтап жасыл шаштар теориясы да бар. Ол жалпы саған біреу шаштарың жасыл болып кетіп қой деген кезде жай ғана салумен сипатталады. Себебі сен өзің шаштарыңның дұрыс екенін біліп тұрсың ғой. Ал егер саған жігіт суретті де сала алмайсың, өлеңді де дұрыстап айта алмайсың десе, онда сен бірден оған ренжіп шығып, өзіңше ашуланып, жігітпен спорласып бір нәрселерді оған дәлелдей бастайсың. Бірақ айтылған осы пікірлердің барлығын жаңағы жасыл шашқа теңестірсең де болады ғой. Сен олардың жақсы екенін біліп отырсаң, онда уайымдаудың себебі бар ма? Тура осылай жігіт тағы да сенің самооценкаңды түсіргісі келсе, оны игнор жасай сал. Үшінші, өз самооценкаңды көтер. Кейбір жігіттер, мен сияқты адамды таппайсың, себебі мен сондай күштімін, менің орнымда басқа адам болса саған қарамаста еді. Осы және осыдан бөлек ана Есуас айтатын болмай қалған әңгімелердің барлығы сенің самооценкаңды түсіруге бағытталған. Ол топас сені одан да жақсы жігітті таппайтынына көндіргісі келеді ме? Оның не миы істемей қалған ба? Шариктары кеткен бе? Тура осындай манипуляцияларға ұсталып қалмау үшін самооценкамызды көтеру керекпіз. Өз күшіңе сен. Артықшылықтарыңды зертте, оларды мақтан етіп, үлкен мақсаттар қой. Әр мақтау мен мадақтауды есіңе түсіріп, жеңістерді фиксация жаса, қателіктерді пайдалы тәжірибеге айналдырып, әрдайым өзіңмен
жұмыс жаса. Тағы да психологқа немесе өзіңнің самооценкаңды көтеретін бір тренингтерге қатысуға да болады. Осыдан кейін сен жігіттің әр манипуляциясын нақты біліп отыратын боласың. Төртінші, сен ешкімге ешнәрсе міндеттемесің. Осыны түсініп қабылдағаныңды қалаймын. Егер жігіт сені өзіне ұнамайтын нәрсе немесе сен істей алмайтын бір нәрселерге көндіргісі келсе, барлық жақсы қыздар солай жасайды деп, онда сен оны жасамайтын болсаң, жігіттен кешірім сұрамай өзіңді бос уайымға салмауың керек. Бесінші, манипуляцияларды игнор жаса. Егер әр осындай кез туындағанда саған басқалармен спорласып, ұрысу қажет болғаннан кейін өзіңді ыңғайсыз сезінетін болсаң, онда манипуляциялардың барлығын игнор жасай сал. Себебі барлық манипулятор паразиттер психологиялық қысымның барлық тәсілдерін жақсы меңгерген және сенің қалай жауап беретініңді де ойластырып, оларға арнайы жауаптар да дайындап қойған болатын. Міне сол үшін бұл манипулятивтік торларға түсіп кетпеу үшін оларды игнор жасай сал. Ал бүгінге осы видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда комментарийге жаз. Мен міндетті түрде оқып жауап беремін. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше. Все отлично.